Сәлем достар, сәлем қыздар, келіншектер. Бүгінгі бір айда толықтай дақтардан құтқаратын маска туралы айтатын боламын. Бұл маска терең дақтарды және әжімдерді құтқарады. Әжімдерді тегістейді, былайша айтқанда. Бұл дақты сол бір ай ішінде кетіреді. Айына бір-екі рет қолдансаңыз болады, өйткені жиі қолдануға болмайды. Беттің дағына арналған маска. Бұл үй жағдайында бетке арналған масканы қалай жасаймыз деген сұрақ бүгін. Осы тақырыпты қозғайтын боламын. Ең алдымен бізге керек заттар: желатин приправасы, лимонный кислотаның тоже приправасы, су аз мөлшерде керек, және осы 3 зат керек болады бізге. Осы масканы жасау үшін 3 затты қолданамыз. Көп зат қажет етпейді. Дайындалу жолдары: ең алдымен бізге осы 3 затпен керемет маска жасайтын боламыз. Ең бірінші бізге кішкентай табаға су құйып, оны отқа қоямыз. Сосын желатинді кесеге саламыз. Кесеге салған кезде аз мөлшерде, көп қажет етпейді. Сол бетке қолданатындай етіп салыңыз. Кесені табадағы суға қоямыз. Сосын желатин бар кесеге 3-4 ас қасықпен су құйып араластырып аламыз. Лимонный кислотаны 1 шай қасық қосамыз, араластырып аламыз. Астын жай отпен тұрған табадағы суымызға жылытып, кеседегі желатиніміз ериді. Сұйық болған кезде кесемізді аламыз. Кеседегі еріп тұрған желатинімізді сәл суыған соң бетімізге толықтай жағып шығамыз. Сосын бетімізде толық қатып кепкен соң бетіміздегі масканы алып тастаймыз. Енді жарты сағаттан кейін алып тастаймыз, 30 минуттан кейін алсаңыздар болады. Бұл масканы алар кезде бетімізде кішкене ауырсыну болуы мүмкін. Бұл масканы аптасына 2 рет қолдансаңыздар болады. Бір айда тоқтатпай қолдансаңыздар болады. Яғни бір айда дегенімізде аптасына 2 реттен қолданыңыздар. Бір айда дақтар толығымен кетеді. Әсіресе екіқабат кезде пайда болған дақтар болады ғой. Соны негізі босанғаннан кейін қолданыңыздар. Өйткені екіқабат кезде бірден кете қоймайды. Екіқабат болғаннан кейін істеп көруге кеңес беремін. Жас қыздар дақ болса сіздерде жақсы көмектеседі. Былайша айтқанда, барлық қыз келіншектерге жақсы көмектеседі. Алдағы уақытта осы бет күтімі туралы сіздерге айтатын боламын. Менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Мені жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп алыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.